Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, керемет болып шығатын пирожки жасайтын боламыз. Алдымен жылы суымызды құйып, оның үстіне дрожжымызды, тұзымызды, шекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сіздер де менің видеома қарап жасап көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мінекей енді 10-15 минутқа қойып қоямыз. 10-15 минут болған соң мінекей дрожжымыз көтеріліп шықты. Енді осыған 2 столовый ложка пісте май қосатын боламыз. Күнбағыс май яғни. Енді електен өткен дайын ұнымызды салып қамыр илейтін боламыз. Алдымен қасықпен араластырып аласыздар. Сосын осындай қамыр жұмсақ қамыр болып шығуы қажет. Енді жылы жерге 20-30 минуттай қойып қоямыз. Қамырымыз ашығанға дейін картошкамызды дайындайтын боламыз. Картошкамызға тұз қосамыз, бұрыш қосамыз, дәміне қарай қоса бересіздер ғой. Және пиязды осылай күйдіріп қосатын боласыздар. Сонда пирожкиларыңыз өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын езіп алдық. Дәл менің видеомдағыдай жасап көріңіздер. Картошкамыз дайын. Мінекей қамырымыз ашып шықты. Енді бөлшектерге бөлетін боламыз. Осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Енді барлығын осылай дөңгелек етіп жасап шығамыз. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Мінекей ішіне енді салмасын салып, түйетін боламыз. Осылай қаттырек басып жабу қажет, өйткені ашылып кетуі мүмкін. Ашылып кетсе, майларыңызда қышырлап, майдың бәрін бүлдіретін болады. Сол үшін қаттырек басып жіберіңіздер. Екінші қамырымызды көрсетемін қазір. Осылай жайып, салмасын салып, бұны да солай түйетін боламыз. Өте керемет болып шығады. Дәл мен видеомдағыдай жасап көріңіздер. Біреуін көрсетіп жіберейін. Бір жасағаннан мінсіз болып шығады. Барлығын осылай жасап алып, қызып тұрған табамызда осылай пісіріп алатын боламыз. Отын бір қыздырып алған соң, оттың астын баяу қойыңыздар. Өйткені пирожкиміз бірден пісіп кетсе, іші қамыр болып қалуы мүмкін. Сол үшін бір қыздырып болған соң, майымызды баяу отқа қоятын боламыз. Өте дәмді болып шығады пирожкиміз. Мінекей осылай жақсылап арғы бетін, бергі бетін жақсылап пісіріп алатын боламыз. Мінекей арғы беті пісіп шықты, енді осылай аударып алатын боламыз. Мінекей. Өте керемет болып шығады.
дәл менің видеомдағыдай жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Мінекей арғы беті де пісіп дайын болды. Енді алып тарелкамызға салып ыстықтай ұсына берсеңіздер болады. Өте керемет, 100% гарантия. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет болып шықты. Иісі деген керемет. Ас болсын.